Сәлеметсіңдер ме балалар? Параграф 46. Өнер, білім бар жұрттар. Бірінші тапсырма: суреттерге қарап, бүгінгі сабақтың мазмұнына болжам жасаңдар. Бұл суреттерде зәулім ғимараттар, түрлі техникалар, ұшақтар, пойыздар, жүк көліктері, су көліктері, әуе көліктері, яғни бұның барлығы өнердің, білімнің арқасында жасалынған дүниелер болғандықтан тақырыптың өнер, білім жайлы екенін болжауға болады. Екінші тапсырма: оқылым. Үзіндіні мәнерлеп оқыңдар, мәтіннің мазмұнын түсініп, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңдар. Өнер, білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай. Білмегенге танықтай, бізде бекер жат балық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көкшөптей, жаңаөспірім достарым, қатарың кетті-ау алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, мұндағы негізгі ақпараттар: білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге қанықтай, бізде бекер жат балық, осыларға таныспай. Жаңаөспірім достарым, қатарың кетті-ау алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай. Қосымша ақпараттар: өнер, білім бар жұрттар тастан сарай салғызғаны, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызғаны, мал істейтін жұмысты от пен суға түсіргені, отынсыз тамақ пісіргені, тағы басқа. Енді сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: ақын өлеңде өз заманы үшін ғажайып оқиғалар мен таңсық дүниелерді қалай сипаттаған? Ақын өлеңде қолында өнері, білімі бар елдер техниканың озық түрлерін жасағанын айтып, өзге елдердің мәдениетін үлгі етіп отыр. Екінші сұрақ: Ыбырай Алтынсариннің жазғаны бүгінгі таңда қалай жүзеге асқанын айтып беріңдер. Ақынның айтып отырған түрлі техникалық жаңалықтары қазіргі таңда біздің елімізде де бар. Мысалы, ұшақ, пойыз, ұялы байланыс, табиғи жанармайлар қолданылуда. Үшінші сұрақ: ақын суреттеген ғажайыптар неліктен қиял болудан қалды? Ақын суреттеген ғажайыптар білімді, техниканы меңгерудің арқасында шындыққа айналды. Тілдік бағдар. Зат есімдер танылуына қарай екіге бөлінеді. Деректі зат есімдер, дерексіз зат есімдер болып. Нақтылы тануға болатын, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын зат атаулары деректі зат есімдер деп аталады. Мысалы, кітап, мектеп, жолдас, су, тағы басқа. Көзге көрінбегенмен адамның ойлау нәтижесінде танылатын ұғым атаулары дерексіз зат есімдер деп аталады. Мысалы, ақыл, ой, бақыт, арман, тағы басқа. Үшінші тапсырма: деңгейлік тапсырма. Оқылым мәтінін негізге алып, деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей: мәтіннен деректі, дерексіз зат есімдер топтастырып жазыңдар. Деректі зат есімдер: сарай, арба, құс, мал, сусын, от, су, теңіз, балық, ат, дос, тағы басқа. Дерексіз зат есімдер: өнер, білім, хабар. Екінші деңгей: дерексіз зат есімдерге жұрнақ жалғап туынды сөз жасаңдар. Өнерпаз, білімпаз, хабаршы. Үшінші деңгей: өлеңдегі ғажайып сипатқа ие оқиғаларды бүгінгі күнмен салыстырып кестені толтырыңдар. Үшінші деңгей жауабы: айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды. Яғни бұл бүгінгі таңда телефон, ғаламтор, факс. Тастан сарай салғызды. Ғимараттар, көп қабатты үйлер. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Бұған мысал ретінде пойыз, жеңіл көліктер, автобус, тағы басқа айтуға болады. Отынсыз тамақ пісірді, электр пештер, газ пештері. Теңізде жүзді балықтай, кеме, қайық. Дүниені кезді жалықпай, саяхатшылар, зерттеушілер. Төртінші тапсырма: жазылым. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өз көзқарастарыңды позиция таңдау әдісімен ауызша дәлелдеңдер. Негізгі түйіндеріңді жазыңдар. Өнерлінің өрісі кең, білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғаріп деп данышпан халқымыз айтқандай, расында бүгінгі таңда әрбір адам өнер білімді барынша терең меңгеріп, еліміздің мұнан да өсіп өркендеуіне өз үлесін қосуы керек. Қолынан іс келетін жан қашанда елге қызмет етіп, айналасындағыларға сыйлы азамат бола біледі. Өмір бойы білім алу қағидасы бойынша үйренуден, ізденістен жалықпауымыз қажет. Өйткені өмір соны талап етеді.
Дамыған елдер секілді біз де озық идеялар мен тың жаңалықтарды ашуға бейімделуіміз қажет. 5-ші тапсырма. Өнер білімнің пайдасы жайында мақал-мәтелдер тауып жазып, мағыналарын түсіндіріңдер. Деректі, дерексіз зат есімдерді ажыратыңдар. Өнерлінің өрісі кең, білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғарып. Өнерлі бала сүйкімді, өнерлінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын. Деректі зат есімдер бала, қол, өріс, дерексіз зат есімдер өнер, білім.